Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге тағы мен. Бүгін кішкене күн салқындапты, кішкене тоңдым, сондықтан шапанымды киіп алдым. Бірақ көңіл-күйім өте керемет, өте ғажап. Аллаға сансыз шүкірлер деймін. Мен бүгін айтатын тақырып біреулерге бір өте андай басқаша болуы мүмкін, ал біреулер үшін өте үлкен ой салатын тақырып болады. Қазір заман өте тез дамып жатыр, әлем өте күшті қозғалыста. Соған сай қазір адамдардың ойлау деңгейі де өте жылдамдық артқан заман. Барлық нәрсе жылдам болып кеткен. Соған сай сіздің арман тілектеріңіз де ойыңыз да бұрынғыдан қарағанда тез, өте жылдам іске асады, материализацияға тез айланады деген келеді. Ол қалай? Осыдан мысалы 20 жыл бұрын деп алайық, 2000 жылы, 2000 жылы қалай еді? Қазіргіден қарағанда телефон қолдану кішкене шектеуде болатын. Сіз 10 минут бір жерге сөйлесу үшін карта алатынсыз, ол картамен уақыт кіргізетінсіз. Получается, сіз біреуге 10 минут сөйлесесіз, сосын өшіп қалатын. Ал қазір қалай? Қазір без лимит. Қанша уақыт 24 сағат отырып сөйлесем десең өзің білесің. Шектеу жоқ. Сол сияқты мына әлемде де шектеу жоқ. Мына әлем жалпы көп қырлы екен. Әлемді кім қай жағынан көргісі келсе, сол жағынан көре алады. Оған қазір өкінішке орай адамдар жаңағы саналарын шектеп тастаған. Барлық дүние уже озып кетіп жатыр, бірақ адам санасын шектеп жаңағының қайсысына барып не істерін білмей жүгіріп жүр. Сондықтан өзіңіздің орныңызды біліңіз, өзіңізді қолға алыңыз, өзіңізді дамытыңыз. Өйткені қазір әлем көп қырлы. Тіпті адамдар жаңағы мысал айтайын, бір кредиттен қорқып, тырмаштанып, бір жерде қазір 30 мың теңгеге, 50 мың теңгеге, 70 мың теңгеге жалақыға жұмыс істеп жүреді. Ол неден? Ол сананың жаңағы кешіріңіздер қатты тиіп кетсе таяздығы. Ол жаңағы дотоба адамдардың басындағы программа. Мен мына жұмыстан кетсем біттім, қарызым, кредитім төленбей қалады деп. Жоқ. Ол солай болады, егер сіз солай ойласаңыз. Сіз ол ойдан шығыңыз. Бұл енді түсіну кішкене қиындау болатын шығар, бірақ түсіндіруге тырысып көрейін, өзімнің енді ойымның жеткеніне дейін. Кезінде мен де солай ойлағам. Қазір ойлап қараңызшы. Баяғы кезде, мысалы, мен мектепте оқыған уақыттарда, мысалы 95-96 жылдары біздің әке-шешеміз бізге әліппені алып келіп, мынау Б деп үйретпесе, біз білмейтін болғанбыз. Біз оны білмейтінбіз. Бізге солай ата-анамыз біздің жанымызда жабысып отырып, мынау 1, 2 деп үйрететін. Ол кісілердің қолы тимей қалса, тіпті үйренбей қалған, сауатын аша алмай қалған адамдар қаншама. Өзі сауатсыз адамдар, мысалы, үйрете алмаған адамдар да бар. Сонымен тіпті бүгінгі күнге дейін жазу сызуды білмейтін адамдар да бар. 4-ші класс бітірген адамдар бар, 8-ші класс бітірген адамдар бар. Сонымен бір қызығы сол біліммен, сол ойлау деңгеймен, сол шекпен қалып қойған. Ал қазір қандай? Қазір әке-шешеңіз сізге қарамаса да, әке-шешеңіз сізге үйретпесе де, әліппені әкеп тоқпақтап отырмаса да, 2 жастағы, 3 жастағы балалар әліппені танып, санды сақылдатып санап тұр. Ол неден? Ол әлемнің дамып кеткендігінен. Әрбір баланың қолында гаджет бар, әрбір үйде телевизор бар, ақпарат өте мықты. Сол арқылы естіп жүріп, ол баланың бір миында жаңағы программа жоқ қой, анам ғана үйретсін, әкем ғана үйретсін деп отырған. Жоқ, олар солай барлық дүниені қабылдап жатыр да. Ал соған сай қабылдауға сай қазір тіпті кейбір 70-80 жастағы адамдардың ойлайтын ойын 7 жас, 6 жастың баласы ойлауы мүмкін. Ол мүмкін. Сіз кейбір мысалы ренжімейсің, мына жерде отырғанда бұл біреуді сөгу, біреуді төмендету, бұрынғы адамдар надан деген нәрсе емес. Бұл қазір
әлемнің сондай қарқынды дамып жатқандығын айтқым келеді. Және әлем көп өлшемді. Соған қарамастан әлем дамып кетті. Барлық адам бәрі прям чеки жаңағы заманауи дүниеге еріп кетті деген дүние емес. Оны да қазір көрмеген, қолына ұстап көрмеген, тіпті әліп танымайтын адам қазірде де бар. Ол неден? Ол адамдардың жаңағы ойлау деңгейімен тұрып жатқан аймақтық ба, сондай өзінің шектеулеріне ғана байланысты. Егер адам өзін шектемейтін болса, адам жаңағы барлық жерде есік бар екенін білсе, сіз қазіргі мынау жылдамдықтың заманында жүгіріп жүріп ақша таба алмайсыз. Табуыңыз мүмкін, бірақ бір басыңызға ғана жететін ақшаны. Сіз жүгіріп жүріп ақпарат ала алмайсыз. Өйткені ол уже ақпарат жаңарып келеді. Сіз орныңызда нық тұрып, мынау өзіңізге қажетті дүниені ғана қабылдай білуіңіз керек. Өзіңіз миыңызды, санаңызды шектемеуіңіз керек. Бұрын мысалы бір адамда ауру болатын болса, ол 20 жыл, 30 жыл, 15 жыл сол аурумен жүру мүмкін еді. Ал қазір қандай? Қазір ғалымдардың өзі дәлелдеп шықты, бір күнде адамның бойында 50 миллион клетка өліп, 50 миллион клетка жаңарып отырады екен. Ол деген сөз, сіздің кешегі диагнозыңыз, кешегі қойған сізге мысалы сондай деп қойған ауру ертең 100% азалып кетуі мүмкін. Мүмкін деген сөз. Неге? Өйткені ауру жәнегі жаңарған клеткалар арқылы сіздің бойыңыздағы жәнегі сақымдалып тұрған клетка уже токсин арқылы шығып, орнына жаңа клетка уже орнап кетуі мүмкін. Сондықтан қазір бәрі мүмкін. Тек сіз жаңағы ойыңызды шектемеуіңіз керек. Біз біттік деген ойға келмеуіміз керек. Біз жаңағы қалай айтсам екен, қалай түсіндірсем екен, есік жан жақта бар. Выход всегда есть. Бүкіл жақта жаңағы жылдам. Ол сіз есікті, мына есік маған қашан ашылады екен деп қарап тұрмайсыз. Өте жылдам ашылады қазір есіктер. Просто жаңағы көкірек көзді оятып көре білу керек та. Мүмкіндіктер деген мұрынның астында. Мүмкіндіктер деген толып жатыр. Сіз қазір бұрын Америка дегенді картадан көретін болсаңыз, үйіңізде отырып управлять етуге болады. Бұрын адамдар сауданы базарға барып, таңертең барып, кешке келіп, белі қайысып, күні бойы жаңағы алдындағы затын бір сол районның адамдарына ғана сататын болса, қазір сіз әлемге сауда сатуыңызға болады. Сіз осы Қазақстанда отырып, Америкаға, Қытайға, барлық мемлекетте сауда жасап отыруға болады. Бұрын аналар жаңағы баланы бағып, үйде ғана отыратын болса, қазір барлық дүниені жасап, барлық сауданы да сатып, тірлікті жасап, жан жақты жаңағы ғаламтор арқылы мүмкіндіктер жасауға болады. Бұрын бұл қазіргі ненің жетістіктің және жан жақты мүмкіндіктердің көп екендігін тағы бір дәлелін айтайын. Сіз таксиді біреуге звондап, айтып, келе қал, шандай мұндай дейтін болсаңыз, қазір тіпті адрестің өзін сіздің тұрған жеріңізден анықтап беретін құрылғылар бар, ол сіздің қолыңызда, телефоныңызда. Сіз бір такси болмай қалса, екіншісі болмай қалса, үшіншісі болмай қалса, төртіншісін шақырып алатын мүмкіндігіңіз бар. Сол сияқты тіпті кезекті кассада ақша төлеуге тұрған кезде, бұрындары живой очередь бәләмбай адам тізіліп тұратын болса, қазір адамдар жан жақта өз-өзін алып, каждыйның қолында телефоны бар, кез келген банкоматтан, кез келген неден, кез келген қолындағы приложение арқылы ақшасын төлеп жүре береді. Жалпы соған байланысты мен не айтқым келеді? Тура стресс та сондай, депрессия да сондай. Осыған сай жаңағы қазір сіз жақсылықты ойлайтын болсаңыз, сізге жақсылық тартылады.
Бұрын мынандай сөз бар болатын. Жамандық жеті ағайынды, жұт жеті ағайынды деуші ме еді? Иә, жұт жеті ағайынды деп. Ал соған сай біз неге ойлап көрмедік? Жақсылық жетпіс ағайынды деп. Ол неге жеті ағайынды болған? Өйткені сіз тек сол жаманшылықты көріп, барлық назар зейініңізді соған қойғандықтан ол балалай берген да, өйткені оның келесі есіктері ашылып отырған. Айттым ғой жаңа мен, әлем көп қырлы, жан-жағында мүмкіндіктер бар да. Сіз нені көресіз, сол дүниелер сізге ашыла береді. Егер сіз жақсылықты көретін болсаңыз, келесі жақсылықтың есігіне кіресіз. Одан да жақсылықтың ылғи жақсылықтарды көретін боласыз. Сіздің фокусыңыз, назарыңыз неге қарағысы келеді, нені көргісі келеді, соны көреді. Сіз менің қолымнан келеді, мен істей алам деген дүниелер істесеңіз, сіздің қолыңыздан ылғи да істей алатын дүниелер келеді. Сіз жоқ, мен істей алмаймын, болды десеңіз, болды. Ол да сіздің талғамыңыз, сіздің шешіміңіз. Сондықтан қазіргі заманда ешкімге ешкім ештеңе істеп бере алмайды. Ешкім ештеңені өзгертіп бере алмайды. Ешкім ештеңені сізге дәлелдей алмайды. Ешкім біреу үшін бір нәрсе ойлап бере алмайды. Біреудің жағдайын біреу жасап бере алмайды. Бермейді. Бірақ оның барлығы өзгереді. Қашан? Адам өзі соны саналы түрде жасай алған кезде, өзіне жауапкершілік алған кезде, сіз просто жаңағы бір нәрсеге қатып қалмаңыз. Иә, бұны түсіну қиын шығар енді, бірақ бір-екі рет көрсеңіз, сіз міндетті түрде түсінетін боласыз. Бүгін қарызыңыз жабылмай қалды ма? Қорықпаңыз, ертең жабылады. Бүгін ауырып отырсыз ба? Қорықпаңыз, ертең сау болып кету мүмкіндігі бар. Өйткені мен жаңа айттым, қаншама клеткалар өліп, қаншама клеткалар тіріліп отырады. Сол өліп қалған клетканың ішінде сіздің ауырып тұрған клеткаңыз кетіп қалмағанына кім кепіл? Екінші, сіз үйде отырып та мүмкіндік істеуге болады. Сіз қалай айтсам екен тағы? Сондықтан жалпы біз өте керемет, өте ғажап ғасырда, керемет, өте удобный уақытта өмір сүріп жатырмыз. Дәл осындай уақыт, дәл осындай мүмкіндік болмаған. Осыдан кейін де қандай заман болатынын білмеймін. Барлықтарыңызға айтқым келеді, ештеңеден қорықпаңыздар, ештеңені бірақ қырлы деп ойламаңыздар, бірақ шешімі бар деп ойламаңыздар. Кез келген дүниенің жан-жақта шешімі көп. Соған сай жақсылықты ойласаңыз, жақсылық көбейеді. Өйткені қазір әлемде есіктің бәрі ашық. Жамандық ойласаңыз, жамандық көбейеді. Өйткені жаңағы мен айтқандай, тағы да әлемдегі есіктің барлығы ашық. Ақпарат өте көп таралады, тез таралады қазір. Сондықтан шектелмеңіз, ой өрісіңізді дамытыңыз. Өзіңізді ашыңыз. Әлем шексіз, Алланың беретіні одан да шексіз. Сондықтан өзіңіздің рамкамен тар, көз алдыңыздағы ғана дүниені ойламаңыз. Дамығыңыз кеп отырма, өзіңізді ашыңыз. Сонда бәрі жеңіл болады.